Ассалямалейкум. Бүгін мына сұраққа жауап беріп өтейін. Кейбір кезде осындай жағдайлар болып тұрады. Товар складқа жетпей қалуы мүмкін. Ол кезде не жасаймыз? Мысалы, мына жерде мен өзімнің бір затымды алып көрсетейін. Мына батырманы басамыз. Сол кезде заттың қайда келе жатқанын көреміз. Мына жерде товар әлі складқа жетпеген, трек-код бойынша қарап отырасыздар. Егер ол товар жетсе складқа, онда мына жерде бір белгі болу керек, жеткізілді деген. Мысалы, қазір басқа складқа жеткен бір товарды көрсетейін. Мысалы, мынау товар, мінекей көріп тұрсыздар. Осындай белгі шығып тұрса, сіздің товарыңыз складқа жетті деген сөз. Осы кезде сіз өзіңіздің каргоңызға қарайсыз. Егер карго қабылдады деп тұрса, онда жақсы. Егер каргоңыз қабылдамаған болып тұрса, 1-2 күн, онда товарыңызды іздейсіз. Ол үшін не істейсіз? Мына жерде осы сатушыға жазасыз. Саламатсыз ба? Менің затым каргоға жеткен жоқ. Маған квитанция, біздің каргоның мөрі бар, квитанцияны көрсетіңізші дейсіз. Егер ол сатушы көрсетсе, ол квитанцияны сіз көрсетесіз өзіңіздің каргоңызға, олар жауапты болады сіздің товарға. Ал егер ол сатушы сіздің квитанцияңызды көрсетпесе, онда ақшаны қайтарып алу дегенді басасыз. Ақша